Рахметсіңдер ме оқушылар. Жаратылыстану пәнінен 4-ші сыныпқа арналған 2-ші 90 жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындаймыз. Келесі 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. Бірінші нұсқа, бірінші тапсырма. А. Сен қолыңды ыстық затқа тигізсең, оны бірден тартып аласың. Бұл адам ағзасының қай жүйесімен байланысты? Дұрыс жауабын тап. Д. Жүйке жүйесі. Б. Жүйке жүйесі қандай мүшелерден құралады? Жұлын, ми, жүйке тамырлардан. Екінші тапсырма. Суретте берілген заттың қасиеті мен қолданылуын жаз. Суретте саз бейнеленген. Саздың қасиеті косметологияда ыдыстар, музыкалық аспаптар, кірпіш, ойыншықтар жасауда. Ал қолданылуы құрылыста және медицинада қолданылады. Үшінші тапсырма. А. Суреттерге мұқият қара. Жаңа зат алу үдерісі бейнеленген суреттер қатарын белгіле. Б. Аталған жаңа затты алу кезеңдерін жазып көрсет. Бірінші қамыр илеу, екінші қамырды ашыту, үшінші нан пісіру. Төртінші тапсырма. Сұрақтарға жауап жаз. Жел деген не? Жел дегеніміз ауаның қозғалысы. Желдің қандай зияны бар? Жел деген жылы және суық ауаның орнын ауыстыруы. Құйындар мен дауылдар адам өміріне қауіп төндіреді. Қатты дауылдар су тасқынын тудырып, елді мекендерді су басады. Жел даладағы, ормандағы өртті өршітеді. Электр желілерін үзеді. Бесінші тапсырма. Суретке қара. Суда еритін заттарды белгіле. Ас содасы, қант. Алтыншы тапсырма. Суретте табиғаттағы су айналымы көрсетілген. Суретті пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. А. Судың сұйық күйден газға айналу үдерісі қалай аталады? Булану, конденсация. Б. Су жер бетіне не түрінде қайта оралады? Жауын-шашын, жаңбыр, қар, бұршақ. С. Жер бетіне қайта оралған судың айналымдағы келесі кезеңін жаз. Жер асты сулары түзіледі, өзен көлдерге қосылады, топыраққа сіңеді. Жетінші тапсырма. А. Суретке қара және сұрақтарға жауап бер. А. Құстың денесі неліктен майланып кеткен деп ойлайсың? Ол құсқа қалай әсер етуі мүмкін? Құстың денесі суға төгілген мұнайдан майланған. Бұл құстың өміріне қауіп төндіреді, жойылуына келеді, түрлі аурулар тудырады. Б. Су тағы қандай себептермен ластанады? Екі мысал келтір. Тұрмыстық сарқынды суларды төгуден, зауыттар мен фабрикалардың қалдықтарын төгуден, мұнайдың қалдықтарын төгуден, тыңайтқыштарды көп қолданудан, қышқылды жаңбырдың жауғаны, өнеркәсіптік қалдық сулар, ауыл шаруашылығы қалдықтары, мал шаруашылығының қалдықтарынан су ластанады.